Қоғамның ғылыми-техникалық мүмкіндіктерінің қарқынды дамуы, пәндік білім жүйесіндегі ақпараттар көлемінің өсуі, оқыту үрдісінде дағдыланатын тәжірибелік білім мен көптеген түсініктердің тез көнеруімен түйіндес. Сондықтан жаңа парадигма студенттің өз бетінше оқып, ал оқытушы оған оқып тануына көмектесуі, яғни оның өздігінен білім алуында басқаруды жүзеге асыруы тиіс. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы, жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам бағдарламалық мақаласын және техникалық және кәсіптік білім беруде оқытудың дуальды жүйесін енгізу бойынша жұмыс тәжірибесін зерделеу бірінші республикалық форумының мақсаттарын жүзеге асыруда Қаз тұтыну одағының сауда-экономикалық колледжінде дуальды оқытудың элементтері енгізілуде. Оқытудың дуальды жүйесі мамандарды даярлау бойынша оқыту және өндірістік салалардың өзара қарым-қатынасын жүзеге асыратын кәсіби дайындықты ұйымдастырудың тиімді түрі. Сапалы білім беру мәселесі Қазақстан Республикасының президентінің халыққа жолдауында жыл сайын көтеріліп отыр. Качественный рост человеческого капитала в Казахстане – это прежде всего образование и здравоохранение. В ходе модернизации системы образования нам важно осуществить следующие меры. Во-первых, внедрить в процесс обучения современные методики и технологии. Развивается сеть передовых учреждений профессионально-технического образования. Надо распространять их опыт на всю систему казахстанского образования, подтягивать их уровень все образовательные учреждения. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауын жүзеге асыру мақсатында колледждің стратегиялық дамуы бағдарламасының құрамды бөлігі болып табылатын әлеуметтік серіктестіктің тиімді жүйесі қолға алынған. Біздің лексиконымызға алғаш рет кәсіптік стандарттар деген термин енді. Бұл термин жұмыс берушінің талабына сай бітірушіні қайта оқытып жүрмейтін және әрбір бітіруші білуі тиіс талап ретінде қалыптасып отыр. Өйткені бұл стандарттар жұмыс берушілердің сұранысы бойынша жасалады. Мамандар даярлауда оқытудың дуальды жүйесі маңызды орын алады. Бұл жүйе дамыған елдерде өз нәтижесін беріп отыр. Колледж үшін әлеуметтік серіктестіктің мақсаты экономика, маркетинг, құқық және ақпараттық технологиялар саласында жұмыс берушілер талабына сай жоғары білікті, құзыретті маман дайындауда оқу мекемесінің миссиясын жүзеге асыру болып табылады. Колледждің әлеуметтік серіктестері НАТ Қазақстан акционерлік қоғамы, Арта Софтвей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Metro Cash and Carry сауда орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Dower Technologies жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Green гипермаркет желілері, Golden Account Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Астықжан сауда үйі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Outbook жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 1С Батыр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Line практик оқу орталығы және тағы басқалары. Әлеуметтік серіктестер студенттердің сапалы дайындығына қажетті көмек көрсетуде. Колледждің әлеуметтік серіктестерімен келісімшарттар жасасуы экономика, маркетинг, құқық және ақпараттық технологиялар саласындағы мамандар дайындығының сапасын үнемі жақсартып отыратын, елімізде бәсекеге қабілетті мамандармен қамтамасыз етуге мүмкіндік жасайтын Қазақстанның 2015 жылға дейін индустриалдық инновациялық даму стратегиясын жүзеге асыруды қолдауға бағытталған. Колледждің әлеуметтік серіктестік жүйесі үнемі жетілдірілуде және колледж ұжымы әрдайым бірлесіп жұмыс істеудің жаңа жолдарын ізденуде. Колледж нарықтық экономика талабына сай 6 мамандық бойынша құзыретті мамандар дайындауды жалғастыруда. Олар есеп және аудит, қаржы, маркетинг, құқықтану, есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету және ақпараттық жүйелер. Оқу үдерісі жаңа құрал жабдықтармен, заманауи оқулықтармен, оның ішінде электрондық оқулықтармен жабдықталған. 200 қазіргі заманғы компьютермен жабдықталған компьютерлік сыныптар, оқу тәжірибелік шеберхана ашылды. Компьютерлік сыныптар кең тармақты интернетке және Wi-Fi сымсыз байланыс желісіне қосылған. Сонымен қатар, колледж базасы заманауи интерактивті құралдармен жабдықталған. Қазақстанның техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі әлеуметтік серіктестік Еуроодақ жобасы аясында колледж оқытушылары, халықаралық сарапшылар және әлеуметтік серіктестермен бірлесе отырып, есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы бойынша модульдік оқыту бағдарламасын дайындады. Модульдік оқыту бұл нақты кәсіби құзыреттіліктің құрылымдық компоненттерін қалыптастыруға бағытталған, икемді аяқталған блоктардан тұратын оқыту жүйесі.
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 2009 жылдың 10 тамызындағы нөмірі 383 бұйрығына сәйкес 2009 жылдың 1 қыркүйегінен бастап колледжде оқытудың модульдік бағдарламасын енгізу бойынша эксперимент басталды. Эксперимент мерзімі 2009-2013 жылдар. Қазақстанның техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі әлеуметтік серіктестік Еуроодақ жобасының негізгі бағыттары колледждің стратегиялық дамуын жоспарлау, колледждің әлеуметтік серіктестік жүйесін дамыту, оқытудың модульдік бағдарламасын дайындау. Оқытудың модульдік бағдарламасы бойынша бір мамандықтан келесі біліктіліктер анықталған. Электронды есептеу машинасы операторы, белгіленген деңгей, техник, жоғарылатылған деңгей, техник бағдарламашы, орта буын маманы. Сонымен қатар колледж 2009 жылдан бастап есеп және аудит мамандығы бойынша Герман қоғамының техникалық серіктестігі жобасының колледж әріптес болып табылады. Бұл жобаға қатысу оқытушыларымыздың халықаралық сарапшылармен және әлеуметтік серіктестермен бірлесе отырып, виртуалды кәсіпорынның оқыту тәжірибелік бухгалтериясы үшін 13 пәнден біріктірілген ортақ есеп түрінде оқу жұмыс жоспарларын және тапсырмаларын әзірледі. Студенттердің оқу тәжірибелерден тиімді деңгейде өту үшін колледжде оқыту тәжірибелік бухгалтерия виртуалдық кәсіпорын ашылған. Оқу тәжірибелік бухгалтерия өндірістік кәсіпорынға барынша жақындатылған. Кабинет интерактивті тақтамен, заманауи компьютерлермен, 30 жұмыс орнымен, кеңсе техникалары және 1С кәсіпорын, соны банк клиент бағдарламаларымен жабдықталған. Құзыретті мамандар даярлау үшін оқу жоспарына сәйкес студенттердің оқу тәжірибесі өткізіледі. Барлық мамандықтар бойынша студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыруға жағдай жасайтын студент оқу зертханалық орталық ашылған. Студенттер оқу тәжірибесі барысында маркетингтік стратегияны және бизнес жоспарлар дайындау, табыс пен шығындар сметасын құру, салық есептерін тапсыру, жеке кәсіпкерлік, жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашу және тіркеу, нормативті құжаттармен, заң бағдарламасымен жұмыс жасау, мемлекеттік органдармен жұмыс жасай білу, 1С бухгалтерия, 1С сауда бағдарламаларын, инновациялық технологияларды қолдану, құрал жабдықтарды қызметте қолдану дағдыларын қалыптастырады. Бизнес пен білім беру жүйесінің жемісті ынтымақтастығы нәтижесінде болашақ мамандар дайындауда және оларға тәжірибеден өту орнын ұсынуда жұмыс берушілердің жоғары белсенділігі байқалады. Дуальды оқытуды енгізу студенттермен қатар оқытушылардың да шығармашылық мүмкіндіктерін дамытуға оң әсер етуде және талапкерлер арасында да қызығушылық тудыруда.